жатқан давыл күйде тербетіп тулатып бір қозғайындай. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірлі көрермен. Абай облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының осы өнер мен өлеңнің, мәдениет пен әдебиеттің айналасындағы жанкүйерлеріне айтар сүйінші жаңалығы мәдениет басқармасының бастамасымен өңірдегі зиялы қауым өкілдерінің өмірі мен өнері, шығармашылығын кеңінен жұртқа насихаттау мақсатында басқарма басшылығының бастамасымен мәдени майдан атты жаңа жоба көрерменге жол тартады. Ол біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызда, мына YouTube платформасында арнайы әзірленіп жұртшылыққа жолданатын болады. Сондықтан біздің алғашқы бүгінгі мәдени майданның қонағы мемлекет және қоғам қайраткері, ақын, алаштанушы, бір сөзбен айтқанда қазақтың Құсмилясы, Құсан аға, шенеуніктер тілінде айтқанда Құсмиля Жырғалыұлы, біздің сұхбат алаңымызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді мен сәтті болсын. Енді мен оқыған журналист емеспін. Сіз сияқты бұған дейін студияда, телеарнада сұхбат жүргізіп көрмегем. Бірақ әңгіменің аңқымасын өзіңіз байқаған шығарсыз. Бағанадан бері әңгімелесіп келіп жатырмыз. Менің қолымда мына отбасы хрестоматиясының қазақтың өзбек әлісі жайында жазылған мәдени майдан деген тамаша шығарма. Бұл ой сол осы кітап жарыққа шығып, осы кітапты оқыған кезде жалпы осы жаңағы мәдениеттің, руханияттың айналасындағы жобаларымызды ғұмырлы ету мақсатында өздеріңіз сияқты көз көрген, енді бір сөзбен айтқанда Семейдің өзбек әлісі өзіңіз болып тұрсыз ғой. Осы мәдениеттің айналасында талай жыл қызмет атқарған, сондықтан да бүгінгі сұхбат алаңында өзіңізден бастап жатқанымыз да осы. Қош келдіңіз. Енді кәсіби журналист емеспіз, сұрақ қоюдың ретінде жаңағы бірін білсек, бірін білмеспіз. Қазақша айтқанда өзіміз отырып әңгімелесейік. Біздің артымыздағы келешек ұрпаққа айтар ойыңыз, пайым пікіріңізді тыңдайық деп шақырдық. Енді баяғыдағы сол журналистердің көрген дәстүрлі сұрағымыз, кез келген өнер қайраткерінің де, кез келген алыптың алдымен анадан туып ауылда өсетін ақиқат. Сол біз білетін Құсан аға кім болды, қайдан шықты, қалаға қашан келді деген әңгімеден бастайық. Рахмет. Мен танығанмен кейбір көрермен толық біле бермес. Менің атым Құсмилия. Енді сол Құсмилия деген аттың өзінде келіп қалаға келгенде барып елендім мен. Елде Құсан атандым. Бала күнімнен Құсмилия екенімді өзімді кейіннен білдім. Тарғыбатай, Алакөл ойпаты, сан тағдырлар кездесіп, сан ғасырлар бойына тарихи елге мәлім өлке. Оның жаңағы Барқытбел деген атын кейін Қабдеш ағамыз жазғаннан кейін білдік, ашығын айтқанда. Тарғыбатай деген ойраттың аты екен деген. Солай ақ болсын. Өз түптеп келгенде ойратта түркі. Мысалы, Түргешік дегенде ойраттар өрден қарғы дейді. Біздің өлкемізде ойратқа байланысты аттар көп. Енді сол өлкеде Үржар ауданы деген. Мақаншы мен Үржар өз тас кескен тасып жатқан ел. Оны енді бүгінгі күні ауданға бөліп қойғанымыз болмаса, бір өлке, бір тарих, бір тағдыр о жақ. Енді бала күнімізден ауылда өстік. Қазір ойлап отырсам, мен 49 жылғым. Ертай деген ауылда шағын ауыл, ес білгенде 7 жылдық мектебі бар. 7-ші класстан кейін Науалы деген біздің университетіміз, ауылдан 20 километр. Біздің ауыл тұйық. Біздің ауылдан кейін елді мекен жоқ. Сол 7-ші класс оқып жүргенде 62-ші жылы шекарадан өтіп, туыстарымыз лап етіп келді. Арғы бет. Арғы бет, бергі бет. Біздің жаңағы тағдырымыз, өз бала күннен естіген әңгімелеріміз, өзіміздің ата-бабамыздың тарихында солай.
Енді арғы беттің қазақтарының тарихы, ол осы қазақ тарихының бөлінбес бір бөлігі. Мына Ауғанстан деген ел бар ғой, буфер. Мықтылардың барлығы сол жерге барып, бір-біріне қыр көрсетіп, бірін-бірі сынайды, қаруын, идеологиясын, қабілетін жағы көрсетіп жатады. Шыңжаң өлкесі Қытайдың тілінде жаңа өлке деген. Әйтпесе Шығыс Түркістан. Соның барлық тарихын бала күнімізден естіп өстік. Содан кейін ағы туыстарымыз келді. Менің әкем мақтанып отыратын, Қытайдан бәр туысымды өткізіп алдым деп. 62 жылы май айында. Бұл енді сол өлкенің қазағының тағдыры керемет. Өзі Сталинді мавзолейден шығарғаннан кейін Мао Цзедун мен Хрущев дұрыс болмай қалды. Бүкіл СССР-ді марксизм, ленинизмнің ревизионистері деп таныды Қытай. Содан кейін сол уақыттарда өзі Қытайдағы қазақтардың да жағдайы нашарлап кетті. Себебі коммуна деген ортақ қазан, үйіңде от жақпайсың, балаларың балабақшада күні бойы жаңағы жұмыста, келген қонақты да сол ортақ қазанға алып барасың деген сияқты қазақтың психологиясына мүлде келмейтін, ошағыңнан жаңағы ошағыңның өшуі деген келмейді. Оның үстіне 55 жылдан 55, 56, 57, 58, 59 осы жылдары кәдімгідей қызыл книжка дейді, о жақта қызыл паспорт. Сонымен жаңағы ақырын өтіп жатты, солармен бірге хаттар да келіп жатты Хрущевтің атына. Содан кейін Хрущев өзі волюнтарист адам, столды бір қоятын, керек болса туфлиін алып, оғанның столын ұрғылаған ғой осы. Тыңдамаған кезде. Сол сияқты алмаған не істейсің деп, бақтының 5 заставасын ашып жіберді. 62 жылы май айында. Содан өтті. Содан жаңағы қабдеш ағаларым жазып жүр 200 мың қазақ деп. Менің қолымда анық мәлімет бар. Сол кездегі Семей облыстық партия комитетінің үгіт және насихат бөлімінің меңгерушісі Сержан Рамазанов деген ағамыз болған. Ол телевидениеда істеген, мәдениеттің төңірегінде болған. Сол кісі Кругозор деген журналға «Истмы веков» деген мақала жазды. Сонда анық көрсетеді 310 мың қазақ. Бұл КГБ-ның материалы деген сөз. Енді сол екке бөлініп қалған шекараның ар жақ бер жағында енді оны тереңдеп барсақ, 1864 жылдан басталады шекара мәселесі деген. Россия мен Қытай империясының арасындағы проблема. Аяғында сол Чәуешек келісімі деген Ленинградта бекітілген. 1864 жылы. Біз жақтан жаңағы Әріп Тәңірбергенов қатысқан, о жақтан жаңағы Демежан Үкірдай қатысқан. Беккен, бірақ шекара қазақ үшін ол кезде мәні болмады. Ана уақытта спектакльде Еңлік Кебек спектаклін жаңадан жасалған, ана Жұлдызбектің, Абай айтқан Еңлік Кебек. Жұлдызбектің режиссурасы, сонда шекарадағы тасты біресе ара апарады, біресе бер апарады. Ел бұнысы не деп отыр, ол тарихта болған оқиға сондай. Шекара тек Қызыл өкімет орнағаннан кейін ғана шекаралық болды. Тіпті 60 жылдарда тышқан жыбырлап өте алмай қалған кездер болды. Шекара бекіді, застава ашылды, сондағы айтпағыңыз, сонда бұл 62-де бірге келдіңіз ба Елтайға, жоқ осында? Жоқ, мен Елтайда туған. Елтайда тудыңыз. Соны сұрайын деп отыр. Мен Елтайда тудым, бірақ туыстарымның барлығы Қытайдан келді. Содан кейін әжем өте әңгімеш адам болды. Әкем өте әңгімеш адам болды. Ар жақ бер жақты өте жақсы білетін. Әкем 16 жылдан барып 32 жылы келген. Мына Қабдеш Жұмаділовтің интервьюінде айтады, қазақтың екіге бөлініп қалғанының да пайдасы болды дейді. 32 жылы қазақ аштан қашып Қытайға барғанда, о жақтағы қазақ құшағын жайып қарсы алды. 62 жылы лап етіп бері қарай өткенде, бұл жақтағы қазақ туыстарымыз. Менің әкем неше күн машинеден түспей барлық туыстарын шекарадан тасумен болды үшін.
ең үлкен қуаныш қазақта, ең үлкен қасірет туыстан тірідей айырылу. Ең үлкен қуаныш та сол туыстарымен қосылу. Осындай ортада өстім. Кейіннен мектепті бітіре сала тракторист болдым. Шынжыр табан. Ол жерде де менің жаңағы ағаларым, туыстарым қасымда жүрді. О жақта қызмет істеген, оқыған азаматтар келіп, мұнда қайда барады? Оларға жаңағы ана жақтағы мансабын берген жоқ. Балалы шағалылар түгелдей шопандар болды. Және керемет пысық шопандар, қысқасы әгі отан соғысына қатысып кеп қой баққысы келмеген, я харка брал, я кровь проливал деген шопандарды, шалдарды сырып тастады да еңбекке кірісті. Ал енді біздің алдымыздағы жас ағаларымыз түгелдей тракторный курстан өтті де механизатор болды барлығы да. Және мықты механизатор. Еңбекке бала жастан араластым дейсіз ғой. Өтті, соған араластық, солардың жаң әңгімесін естідік. Мен тура ана жақта Қытайдағы жерлерді кәдімгідей жаңағы жаттап алдым. Ауыл мен ауылдың арасы қанша жер екеніне дейін түгелдей жаңағы білемін. Соның барлығы ана туыстардың қуанышы, туыстардың қасіреті. Кейін тіпті Монғолиядан келді. Жақсы, ол ағанау кейіннен туыстарға барғаныңызды, ел аралағаныңызға біраздан кейін келе жатармыз. Қысқасы, қазіргі кейбір қоғамда кейбіреулердің қағытпалап айтатындай, сізде сол Қытайдан келген қазақтың баласы болып тұрсыз ғой? Мен жаңағы ел құсан Қытайдан келді ме, жергілікті ме, осы күнге дейін ажырата алмай бір-бірлерімен соғысып жүргендері сол дейсіз ғой. Себебі жаңағы оны жасыратын түгі де жоқ. Өзімізде бала күнімізден кейіннен елге келген ағайыннан қарап, бір осы сіздің бойыңыздағы бір қазақылық болса, бір қайраткерлік болса, сол арғы берігі өтіп жүрген бабалардың бойындағы қалған бір сарқыты ма деп кейде қалам, жаңа сұрақты қойып отырғаным сол. Енді сол елде туып өстіңіз, еңбекке араластым деп жатырсыз. Ендігі келесі сұрағым, біздің естіп қалғанымыз, білетініміз, сіз осы Семейдегі жаңа пединститутта жай ғана оқып қоймай, біздің мына мүйізі қарағайдай Алаштың соңғы тұяғы деп айтсақ болады, Қайым аға Мұхаметханов, Қинаят Шаяхметов сынды қазақтың бір ұлы ұстаздарының алдын көргеніңізді айтады. Енді сол Елтайда тудыңыз, мектепті бітіре салып, еңбекке араластым деп жатырсыз. Елтайдан ақырын Семейге, Әлиханның Семейге келуі деген сияқты, Құсмилияның Семейге оқуға түсуі қалай болды? Енді біздің заманымызда әкелеріміздің арманы балам Завет институты бітірсе. Соның кейін бір аттың белін майыстырып, завферма болып шіреніп тұрса деген армандары болды. Барлығы да балаларының Завет институтқа түсуін қалады. Мен енді Завет институтқа түскім келген жоқ, ашығын айтқанда. Және өзім бір көктеу болдым ба, мектепті бітіре сап тракторға отырдық. 9-8 класс оқып жүргенде комбайнға көмекші болдық. Колхоздың шаруасы. Содан кейін бір қызығы, біз бітірген 66 жылы біздің класс ауылда қалды. Арманымыз шопан болу, арманымыз тракторист болу деп айтқызды бізге. Осылай аудандық газетке жазды. Тұтастай 15 қыз, 15 бозбал едік. Түгелдей ауылда қалдық. Қыздар түгел даяркы болды. Ал ұлдар тракторге бейімі, техникаға бейімі, біздер тракторға отырдық. Жетеуміз тракторға отырдық. Содан кейін шопанның балалары шопан болды. Арманым әкемнің ақ таяғын ұстау деген айтқызып тұрып, солай қалдық. Соң өзі еңбек бір басталғаннан кейін, мысалы, трактор дегенде оңай шаруа емес, әрберден кейін. Шынжыр табан трактор. Екінің бір тізігін дей алмайды. Оны игере алмайды, және тоздырып жібереді адамдан. Қысы жаз зіркілдеп тұрған трактор. Әскерге дейін 2 жыл, әскерден кейін 2 жыл трактор айдады. Бір класстан бітірген 7 едік. Сол алдымен 5 жылдан кейін біреуіміз қаштық. Оқуға сонда әскерден кейін келдіңіз? Әскерден кейін келдім мен. Онда да заочно түстім оқуға. Очно Абай ауданы мен Ақсуат ауданы ғана түсе алады о кезде. Ашығын айтқанда.
Содан жаңағы заочно түстім. 1 жыл заочно оқыдым. Заочноның оқу болмайтынын білдім. Анда-санда келесің, оның үстінде жаңағы кездесетін осында ырың-жырың, қыз-қырқын деген сияқты, қызыл-арақ деген сияқты. Содан әйтеуір қызыл-арақты 3-ке, ақ-арақты 4-ке тапсырып қайтасың. Содан оқу болмайтынын біліп, оның үстіне мектепке баянұрық болып кірген кезім, сол заочно түсіп, аяғы жаңағы Ошынаға ауысып келдім. Қуандық Мәшқұр Жүсіп деген, Мәшқұр Жүсіптің немересі, Қуандық Фазылович. Сол жаңағы Ошынаға ауысып деп. Содан кейін Қайым Ақсақал, Қинаят деген данышпан. Солардың ортасына келіп, студент болып, бірақ мен ересек студент болдым. Менің группамның барлығы мектепті бітіре сап түскен ұлдар мен қыздар. Негізінен филология факультеті жемпи сияқты. Оның 21-22-сі қыз болады да, бір 2-3 ғана ұл болады. Осындай ортаға келдім. Содан кейін сөйтсем жаңағы мені ересектеп старост етіп алу үшін жаңағы Қуандық Мәшқұр Жүсіп ректорға апарып, өйткені бір курс шегереді екен. Ошынаға ауысқандарды мен шегермеймін дедім. Содан разницаларды тапсырып, ректорға апарып, ректормен таныстым. Қызық оқиға. Қуандық Мәшқұр Жүсіптің де орысшасы менің мөлшерімде екен. Чернов Юрий Григорьевич деген ректор отан соғысына қатысқан, бір көзі көзейнегінде қысқасы жасанды. Ана Қайымның, енді Қайымның үстінен арыздар көп болады ғой. Ректорға түседі. Қайым Мұхамедканович, вы, оказывается, хотите проводите занятия, хотите со студентами гуляете дейді ғой, яғни хатқа қарап. Сонда Қайым Ақсақал, слушай, ты не Құнанбай депті. Если ты был бы Құнанбайым, я боялсам депті де орнынан тұрып жүріп кетті. Көзін айтып тұр ғой, көзін айтқан. Ты не Құнанбай деп. Легенда қалады ғой ана. Енді Қайымды өте жақсы көрдік. Еркіндігі тағысын тағылар. Бірақ ол кісі лекцияның үстінде ешқашанда Алаш туралы бір ауыз сөз айтпайды. Қорқады қысқасы. Осы мәдениеттің ең үлкен қайраткері біз көрген. Абай үшін кандидаттық диссертациясы Абайдың ақындық мектебі деген. Руководителі Мұхтар Әуезов. Кандидаттықты 51-ші жылы февральда қорғаған. Алматыда 17 оппонент қатысқан. 17 ғалым. Мекемтас Мырзахметов ағамыз сол кезде студент екен. Просто жаңағы барып кандидаттық диссертациясына қатысып қарап отырған. 17-нің 10-ы қолдаған, 7-еуі қарсы шыққан. Енді олардың фамилиясына дейін білемін мен. Қарсы шыққандар. Алашшылдық үшін ба? Ана Абайдың ақындық мектебінің ішінде Шәкәрім жүр. Тұрағұл жүр. Әсет жүр. Көкбай жүр. Тағым. Осындай жаңағы бұлардың барлығы алашшыл, бұлардың барлығы халық жауы деп жаңағына 7-еуі қарсы шыққан. Бірақ ғылыми тұрғыдан дәлелденген, қолына кандидатский дипломын алған, алғашқы зарплатасын алған. Сол 51-ші жылдың 1 декабрінде 25 жылға сотталған. Мына Карлакта отырған. Ең керематы мына біздің ұлы түркі танушы Лев Гумилевпен бірге отырған. Лев Гумилев өмір бойы библиотекар болған. Ол жаңағы сабақ беріп айтып кеткен адам емес. Библиотекада отырған, жазумен айналысқан. Библиотека түрме, библиотека қайтып отырып өз аяғында сол библиотекада өлген соғысы. Сол Гумилевтің жаңағы Қайым айтады, мен соның қасында отырғаным маған ересен үлкен университет болды. Бүкіл түркітану. Олжас Сүлейменовтің Азия деген кітабы шықты біз оқып жүргенде, студент кезімізде.
Азияны алып, 2 экземплярын сатып алдым. Оқимын, түсінбеймін. Мен филологпын, филология факультетінде. Очыны оқып жатырсыз ол. Осыны оқып жатырмын. Ананы түсінбеймін. Содан Қайымға бардым. Содан кәке мынаны мен оны әлі мен оқығам жоқ, сен алдымен мынаны оқы деп Гумилевтің «Древние түрки» деген кітабын берді. Кітапқа өте қиын адам болатын Қайым. Берген уақытын жазады. Содан кейін қай күні қай сағатта алып кеп бересің, соңғы дейін жазады. Мен 2 апта Қайымға ұқсатпай кітап 2 рет оқып шықтым. Содан кейін барып көкейіме қонды. Содан кейін барып Азияны оқыдым. Сонда қарап отырсақ, бүгін міне мәдениеттің басы Олжастың сол кездегі қайраткерлігі, керематтығы. Бүгін мысалы орыс мектебінде слово о полку Игореве дегенді 2 класстан бастап оқытады. Бөлек-бөлегімен класс сайын ең соңында 10 класста, 11 класста оны түгелдей жаттатады. Слово о полку Игореве. Сол слово о полку Игоревенің ішінен 1001 түріктің сөзін тапты. Олжас. Түріктің сөзін тауып, бұл ешқандай жаңағы старославянский емес, тюркско-славянский екенін дәлелдеп, сонда жүздеген докторлар, мыңдаған кандидаттар слово о полку Игореведен бүкіл орыстың тарихының қорғанын жасап шыққан. Олжас келді де шоқпармен бір ұрып, әгі қорғанды бірақ құлады. Бұл әлемде болмаған оқиға әрбірден кейін. Әсіресе ғылымида. «Вопросы истории» деген журнал болды. Олжас 12 рет жаңағы опровержение жасап, өзінің ғылыми жұмыс екенін дәлелдеп шықты. Барлық орыс ғалымдар төндіге. Сонда Карамзин мен Татищевтен басталған орыс тарихы лжепатриотистская история деді Олжас. Батыл, не деген керемет, бүкіл совет өкіметінің системасы, орыс тарихы, орыстың жаңағы ұлылығы, орыстың керемет деп тұрған кезде әгіндей жаңағы үн шығарды. Бұл әлем үшін сенсация болды. Әкім Тарази деген кейіннен көп араластым. Біздің елге күйеу болды. Роза Мұқанова мен оқытқан мектептің оқушысы болды. Әкесімен, Розаның әкесімен жақсы араластық. Өзі ақын болатын. Айтыс ақыны, өзі жазушы болатын. Қажығалым Мұқанов деген. Мені сонда кейін әңгімеде Суслов Олжасты диссидент дедік. Диссидент Брежнев қол қою керек. Сонда Қонаевтың керематы дейді, 2 кітапты самолетпен беріп жіберген. Брежнев ақсақал 2 күн жұмысқа бармай оқып шығыпты. Брежневте неше түрлі қызық оқиғалар болған енді. Кремльдің ішінде шапан мен тымақ киіп жүреді дейді. Вы что деп жаңағы басқалар сөйледі. А что такое? Димаш Ахметович подарил деп айтады дейді. Сондай Қонаевпен керемет жақсы қарым-қатынаста болған, Қазақстанда жұмыс істеген, қазақ деген халықты жақсы білетін адам. Сонда соған жаңағы қол қоймай қойған ғой. Қысқа сен ар жағындағы айтқан әңгіме анекдот сияқты болып кетеді. Қысқасы, Олжас бізде қазақ халқында 2 адам ашық хат жазды. Біріншісі Мұхтар Әуезов Правдаға. Жаздым, жаңылдым. Енді Абай туралы, Алаш туралы ештеңе жазбаймын деді. Содан кейін Олжас ол Қазақстанская Правдаға жазды, бірақ ол ашық жазды. Менің ғылыми жұмысымнан сіздер жаңағы саясатты тапқандарыңызға ренжимін деп. Ол солай ашық хат жазды. Жақсы. Міне мәдениет, сіздің сұхбатыңыз бен біздің сұхбатымыздың арасынан да біреулер саясат іздеп ренжіп жүрмесін осы. Енді ренжісін. Енді содан жасқанамыз деп шындықты өзі адамзатта бірақ нәрсе бар қорқатын. Қорқатын құдайы адамзаттың шындық. Шындықтан қорқады кім болса да. Енді сан ғасыр өстіп
осы шындықты айтамыз деп кейде аузымыздан күйіп қалған кезіміз көп болды. Бірақ одан басқа не айтамыз шын мәнінде. Бүгін міне мынандай қозғалыс жасап отырсыңдар. Мәдениет туралы. Бізді адамзат қылған мәдениет. Әрбірден кейін. Тастың бетіне сызылған бір түзу сызық. Ол мәдениет. Енді мен ана Юваль Ноа Харари деген ғалымның, данышпан десе де болады, адамзат тарихы деген 4 кітабын оқып шықтым. Құранның 2 аудармасын оқып шықтым. Ратбек Қажы Нысанбайұлының ол бір адам ғана емес, ол керемет үлкен жұмыс істеген Ратбек сол кезде. Содан кейін теология ғылымының докторы Қалипа Алтайдың аударған Құранын оқып шықтым. Енді өзімнің көзқарасымда біреу дінге сенеді, біреу дінге сенбейді. Енді қарап отырсаң, миллиардтаған жылдармен өлшенетін ғарыш тарихы, миллиондаған жылдармен өлшенетін тіршілік адамзат тарихы. Мына саналы адам, Homo sapiens'тің жер бетінде өмір сүргеніне 2,5 миллион жыл болды. Сенің дінің де, ұлтың да, мемлекетің де кешегіне шыққан дүние. Әрбірден кейін. Адамзат тарихы деген арыдан басталады. Қазір енді Дарвинді жоққа шығарып, біз маймыл емеспіз деп жатырмыз ғой. Ол да үлкен ғылым. Енді содан кейін жаңа көзқарасың өзгереді. Бүгінгі күні осы Евразия деген бір арнаға сұхбат бердім. Содан бері мені дін қызметкерлері, молдалар онша жақсы көрмейді. Бірақ жақсы көрмейді екен деп мен өзімнің жүрегімдегі шындықты айтпайын ба? Айттым. Жақсы, сізді сол құрметтейтін 2 адам болса, біреуі де болмаса екеуі де сол қазақи болмысыңызбен, сол шындықпен, бір сөзділігіңізбен, азаматтық позицияңыз үшін құрметтейтін шығар деп ойлаймын. Енді жаңағы біз сияқты жастарға жаңағы сіздің елден келіп, әскерден қайтып, әскерден келіп, сонда да очныйға ауысып, сол әбден қартайып келдім. Қартайып келіп, және мені білім алып, шал деді. Студенттер мені шал деді. Енді амал не? Мен білсем, әкеңіздің Шопан болса деген жаңағы Зафферма болса деген оқуына түспей, филологияны түстіңіз, бітірдіңіз, бірақ жұмысты мына партия кезінде де елге барып жұмыс істедіңіз ғой. Сол туралы парторг болдыңыз ба? Енді алдымен мектепте жұмыс істедім. Оқу бітіріп барып. Оқу бітіріп барғандан кейін мен өзімнің ауылымда жұмыс болмады. Елтайда. Елтай өте білімді, 50-ден астам дәрігер шыққан, бәлем ғой 100 мұғалім шыққан ауылымыз біздер. Содан үйінде бітірген мен институтты. Қай жылы? 76 жылы бітірдім. 76-да. Содан ноябрьде әрең жұмысқа кірдім. Үржарға аудандық оқу бөліміне методист болдым. Бақытыма қарай бір әйел 2 қабат болып декретке шығып кетіп, соның орнына кірдім, амалсыз. Бірақ одан кейін бір 7-8 айдан кейін мектепке директор болып кеттім, пысық болдым. 900 баласы бар мектеп. 100-ден астам мұғалім бар. 7 айдан кейін директор болдым дейсіз? Директор болып кеттім. Өйткені институтқа дейін мұғалім болдым ғой. Бір жыл баянұрық болдым, мұғалім болдым. Мына мықты оқушының меңгерушісі болды. Ауырған, сырқаған қазақ тілінің мұғалім әйелдерінің орнына кәдімгідей қазақ тілі мен әдебиеттен сабақ беріп жүрдім сол кезде. Өзімше ақын болып қалғам. Содан кейін жаңағы аудандық газетке жазатындарым бар. Очерктер даже қазір ойлап отырсам, жалынның жалынды жастары деген комсомолдарды дәріптеп, жалын деген комсомол жастар бригадасы, сондай қол үзбедім. Содан кейін ауданның орталығындағы мектеп
өзі ауданның басшылары, қазақ басшыларының барлығының әйелі менде жұмыс істеді десем болады. Қандай мектеп? Жансүгіров атындағы мектеп. Әлі бар ғой. Жүрердің басында 4 мектеп болды. 2 орыс мектебі, 2 қазақ мектебі. Сонда таныш жүрмеймін тағы да. Барлығының баласы орыс мектебінде оқиды, өздері қазақ мектебінде жұмыс істейді. Содан кейін нанды қазақ мектебінен жейсіңдер дейді. Балаларың неге орысша оқиды. Сондай бір позиция бұғып жатқан бекен. Тіпті кейін аудандық оқу бөлімінің меңгерушісі болдым 14 жыл. Сонда әгінде үгіт насихаттың арқасында ауданның әкімі Дүйсенбай Селиханов ұлы мен қызын орыс мектебінен алып қазақ мектебіне берді. Бір алғашқы жеңісіңіз. Енді соны кейін ол кезде коммунист болмасаң басшы болмайсың. Мен мектепке директор болып келгенде коммунист емеспін. Не комсомол емеспін, не коммунист емеспін. Сонда партия жиналысы болады, әгілер мені шақырмайды, сендер мектептің мәселесін қалай шешесіңдер? Содан кейін олар партияда жоқсың. Партияға жанталасып. Ол кезде мұғалімдердің партияға өтуі деген өте қиын. Жеңіл өтетіндер шопан, тракторист, қалай қабылдайды? Немене критерий керек? Ана критерий жаңағы оларды өзі керек болатын болса, ол уақыттарда түгелдей экономикалық жоспарлы экономика сияқты барлығын жоспарлап қояды. Содан әйтеуір мені қоймай жүріп өткізді. Содан кейін ол кезде коммунист болмасаң бастық болмайсың. Содан жаңағы райкомға шақырды. Үгіт насихат бөліміне. Көп көмегі болды. Біз енді мен таза қазақ ауылында оқыдым. Институтта таза қазақша оқыдым. Әскерде 1-2 жыл орысша боқтауды үйрендік, әйтеуір семья тажынымат. Бұл орыс халқының боқтығы деген керемет өзі қарап тұрсаң. Барлық ойыңды боқтабақ жеткізіп бересің. Сол бар, соны кейін бірақ райкомға келгеннен кейін барлық іс қағаздары орысша. Докладтары орысша. Соны кейін ана саяси сабақтар жүреді. Мына соқырлар қоғамы деген болды. Үржерде ол кәдімгі өндіріс. Дорожка тоқиды, тағысын тағылар. Сонда жаңа пропагандист Борцов Николай Григорьевич деген пенсионер, өз журналист, бір қазақша судай болатын. Акцентсіз сөйлейді, бұл қалайдық таң қалатын. Сөйтсем Қырым татар екен ғой. Ана репрессия кезінде нағашыларына жазылып кеткен. Сол кісі неменеден шығып қалды, істемеймін, мыналар ақша төлемейді деп, соқырлар қоғамынан. Соқырлар қоғамы деген құлақта постоянно радио, одан жаңа нетпейді. Райкомнан жаңа бізге пропагандист бер, содан пропагандист болып барды. Соның арқасында лекция орыс тілінде жүргізем. Айтамын, білмейтін сұрағымды келесі жол дайындалып келемін. Мен білемін деп өтірік айтпаймын. Соның арқасында шағын мақала жазатын болдым орысша. Аудандық оқу бөлімінің бастығы болып келгенде язык крылья нации деген мақала жаздым орысша. Өзімнің жаңағы Заброяна болғанда ұлттық мәселеде не істейтінді ашық жаздым. Ковалева Раиса Васильевна деген зампред райисполкомы болған. Акиматтың алдында тұр екен, кездесіп. Кушмилия, ты, оказывается, еще писатель деп мені кемсітіп қояды. Сол писатель дегеніңізден жаңа бір сөз арасында өзімше уже ақынмын деп қалдыңыз. Енді сол партиямен қатар, қызметпен қатар, сол ананың сүтімен, әкенің қанымен бойға сіңген бір өнер болып тұр ғой енді ар жақта. Сол қай кезден бастап қалам ұстадыңыз, мақала жазып, өлең жазып, әлде сол бағана оқып жүрген кезде Қызыл-Арақ пен қыздардың қызығында жазып бастадыңыз? Ол да жоқ емес. Ол да жоқ. Оны да жаңағы жоққа шығаруға болмайды.
Мен ұмытпаңдар мен деген кітап жаздым, мына мұхиттың ағасы туралы. Өнерпаз, мына Заветте оқыған, Армандастар деген ансамбль құрған, соло гитара, домбырамен де керемет, баянмен де керемет, дауысты жаңағы ажырататын керемет жігіт болатын өнерпаз. Соны кітап шыққаннан кейін ақшасын мұхит төледі. Бір кітапты алады да Сайлау Нұрсейленов деген Алматыға барады. Қабдеш ағамен мен жас күнімнен араластым. Оған келеміз қазір. Сол өзіңіздің өнеріңіз жайында айтайық. Кітапты апарады, соны сұрайды. Аға, осы сіздер бір кітапты қанша уақытта жазасыз? 1 жыл материал жинаймыз, 2 жыл қортамыз, 3 жыл отырамыз жазуға деген. Бізде 2 айда кітап жаза салатын жазушы бар. Құсмелия деген деп менің кітабымды береді. Құсмелияны білем дейді. Ондай кітап енді ол кісіде көп жатады ғой. Анауды алып кеп береді, мынауды алып. Жазушы деген тіпті бір мақаланы жазғаннан кейін, мысалы, сен кәдімгідей өзің шаршайсың. Соны жаңағы бір демалыс, темекі тартып, 100 грамм тартшы беру деген сияқты. Сөйтіп жаңағы бір кітап жазғаннан кейін Қабдештің қолына бір күні менің кітабым түсіп қалады байқамай. Содан ертеңіне Қабдеш ағамыз звондайды. Құсмелия, сен повесть жазам, роман жазам деп әуре болма деп. Мынау сенің жанрың екен дейді. Естелік жазу. Және бірінші рет әкесін алкоголик деп жазған бірінші жазушы сенсің деп. Ол енді шындық. Мысалы, мен әкем Ұлы Отан соғысына қатысқан. Соның бәрін басынан өткерген. Артподготовка. Кананада болады дейді. 10 минуттан кейін арақ таратылады дейді. Өзіміз жартылай ашпыз дейді. Окопта күрішкеміз қасымызда, қасығымыз қасымызда дайындалып тұрамыз дейді. 200 грамдық алюмин кружкаға сақылдатып құйып береді дейді. Бірақ тартып аламыз дейді. Одан кейін сен арыстан болса да қарамайсың дейді. Сондықтан мен есімді білгенде уже өлең жаза бастадым. Әкем ақсақал адам, мұрт деген бульонныйдың мұртындай құлағынан асып жатыр. Қысқасы Сталинді төсегінің тұсына іліп қойды. Шаң жұмытпайды. Бірақ ана киноларды көргенде мынаның бәрі өтірік дейді. Орысша білмейді. Ауылдан барды. Минометный расчетта болған. Минометтің плитасы 42 килограмм. Соны жаңағы соғыста арқалап жүрдім дейді. Мен сияқты кішкентай адам, шенелім аяғымның басына түседі, мылтығым өзімнен ұзын дейді. 42 килограмм шойынды арқалап жүрдім дейді. Бірақ әйтеуір бір жаралатты тауып алып, өзімнің тамағымды беріп жүріп, қатарға қосып алып, минометімен қосып артып алатын болдық дейді. Соның барлығын олар көрді. Соғыстан қайтып келгенден кейін бір кішкентай ауылдар ғой енді. Солардың жаңағы басшылығына жаңағы таласқа менің шешем запферма екен сол кезде. Қазақтардың ішінен шыққан бірінші запферма. Сол запфермалығын алған менің шешемнің. Содан кейін менің шешемді қоса алып алған. Көрдіңіз бе? Соның арқасында біз 5-ші әйелден 6 тудық. Біздің маңдайымызға жазылған бақыт енді. Соғыс өліп қалса, қайда білеміз бізден? Бұл жарық дүниеде болмаймыз. Осындайдың барлығын бала күннен. Әкем өзі аса сөзшең, арақ ішкен кезде ауыздыға сөз бермейді, аяқтыға жол бермейді. Ойранды салады, өлең айтады. Кирзовый дауысы бар. Высоцкий сияқты. Мына Қасым Аманжоловтың Дариға солғызын менің әкемнің әні екен деп жүретін мен. Арақ ішкенде бірден соны бастайды. Соның барлығын бала күнімізден олардың тағдырын да көрдік. Содан кейін Жырғалының жетімдері деген болды. Отан соғысында хабарсыз кеткен, отан соғысында өлген туыстарының балалары. Соларды Науалда бәйбішесін қойып, содан кейін сол өзінің балалары, ағайынның балаларын Науалда оқытқан.
Олар Жырғалының жетімдері деп аталды бертінге дейін. Қазір содан бір-ақ адам қалды. Батырдың ұрпағымын дейсіз ғой. Батырдың баласы. Енді батыр болды ма, не болды ма, әйтеуір отан соғысына қатысып келді. Майдангердің баласын мәдени майданға шақырып отырғанымыз да теріс емес шығар. Енді мен арасында осылай әңгімеге араласып отырайын. Мен кішкене өнерге, мәдениетке қарай тартып, ақырын тартып келе жатырмыз. Сіз қайта бағана Қытайдан бері қайтарып алып, енді кеңестің соғысынан шықтық. Райкомда істеп жүргенде мынандай бір қызық болды. Умер Маргулан деген телеграмма келді райкомға. Мен сразу білдім Әлкей Маргуланның қайтыс болғанын. Содан Мария Ивановна деген приемныйда отыратын үлкен кісі. Онда алдымен біріншінің алдына барады ғой. Чей родственник деп жаңа телеграмманы былай берген. Ана кісі чей родственник іздеп жүр екен. Оқыдым да, мой родственник дедім. Маған көңіл айтты әйгісі. Содан кейін идеология жөніндегі секретарға кірем, менің отдел пропагандамын. Атақты академик Әлкей Маргулан дүниеден өтті. Мынау сол туралы телеграмма. Сонда райкомның заводделдары да біле бермейді. Секретарлары да Әлкей Маргуланның кім екенін білмейді. Сонда пропаганда ма? Сондай академиктердің қайтып жатқаны туралы әр райкомға жіберген ғой. Әр райкомға жіберген. Содан кейін мен жаңағы барып қатысқым келді әгі похоронға. Жібермей қойды. Телеграмма составить ет, жаңағы солай жіберейік. Мен соны дәлелдеу үшін энциклопедияны алып келдім. Маргуланның кім екенін көрсету үшін. Міне сол кездегі партияның ұлттың мәдениетіне, ұлттың тарихына көзқарасы жаңағы сондай. Жақсы. Енді мына партияның кіргеніңізді айтып жатырсыз. Бір әңгіме жол үстінде қалай шыққаныңызды да айтып бергенсіз, есіңізде болса. Енді оған қазір келеміз. Мына районо дейді ғой, қазіргі біз айтқанда аудандық оқу бөлімі, қазіргі білім бөлімдері. Енді қарап отырсаңыз, Үржарыңыз сол кездегі үлкен аудан білім саласында қанша мектебі болды? 67 мектеп болды. Мақаншы Үржар Таскескен. 67 мектебі, ол да бір үлкен сала ғой. Өте үлкен сала. Жаңағы білімін, басқа жаңағы мектептердің атын ауыстыруды айтпаған кезде кейде қалжыңдап анау көміріне қатысты біраз адамдардың да былығын аштым, бір жұмысын жолға қойдым дегенсіз. Әзірше Семейдегі мәдениетке келмей тұрып осы білім саласында қанша жыл еңбек еттіңіз, не істедіңіз? Мен енді институт бітіре салғаннан кейін 6 жыл директор болдым. 1 жыл мұғалім, 6 жыл директор болдым. Районға қашан келдіңіз? Содан кейін тәуелсіздікті ала сала. 91 жылы тәуелсіздікті алдық. Декабрьде. 92 жылы апрельде мен аудандық білім бөлімінің меңгерушісі болып келдім. Кәдімгідей мемлекеттік қызметке. Мемлекеттік қызметке келдім. Оған дейін партия, инспектор, методист, оның бәрі қалды. Парторг болдым. 7 жыл бір ауылда. Сондай. 92-де районы басқардыңыз. Sonra шенеунік болып келдім мен. Бірінші аудандық оқу бөлімі. 14 жыл аудандық оқу бөлімін. Енді ұлтшылдығым да болды. Ұлтжандылық деп айтайын. Ұлтжанды деп, итжанды, қатынжанды деген сөз сияқты. Ұлтшыл. Мен аудандық оқу бөліміне келгенімде орыстар онша жақсы көрген жоқ. Бірақ ашық сөйлестім. Директорлер жинап алып тұрып, мақалам бар жаңағы шығып кеткен. Өзімнің проектім түгелдей орысша айтып шықтым. Жақсы директорлер мені қолдады, орыс мектебінің директорлері. Осы ВАТ деген организация болды, таза шовинистік көзқарастағы. Соның облыстық төрайымы келіп, менің үстімнен сот құрғысы келді. Бірақ сол орыс мектебінің орыс директорлері, орыс мұғалімдері өздері жаңағы мені бір ауыз шығып сөйлеген жоқ. Өздері жаңағы ақтап, бұндай организацияның Үржар ауданына керегі жоқ деп өздері жаңағы шешім қабылдады. Ол енді Тюкин Юрий деген болды, Крупский мектебінің. Көсемі сол.
Ол екеуміз институтта параллель оқығанбыз. Парторг болып бірге жұмыс істегенбіз. Сонан тәуелсіздік алғаннан кейін, ну теперь как деді. Баррикаданың екі жағына шығамыз дедім. Қалжыңдап. Бірақ енді билік болған соң біреуге жағасың, біреуге жақпайсың. Бір әкім келеді, сен жағасың, бір әкім келмейді, келеді, жақпайсың. Сондай уақыттарда 14 жылда неше әкіммен істедіңіз? 3 әкіммен істедім. Тізе батырған әкімдер де болды, бірақ сол сасық күзен сияқты чақылдап тұрып алатын болуым керек. Аяғында сол айдақар болып мен жұтайын деп тұрғанда мына Нұрлан Омаров пен Дүйсенбай Селиханов облыс әкімінің орынбасары болатын. Сол екеуі мені алып кетті сол жерден. Әйтпесе сол орыс мектептері менің таң қалдым өзім. Орыс мектептері менің артымда тұрды, қазақ мектептерінің ішінде қорқақтар болды. Қорқақтар, сатқындар да болады, қорқақтар да сатқындық та шығады. Сондай басымнан кешірдім. Жақсы. Артық ауыс кеткен жерлерім болды. Перегіп, мысалы, барлық орыс мектептерін бір жылдың ішінде түгел қазақ мектептеріне атын өзгерту, орыс класстары жүріп жатты онда да. Атын өзгерту. Оған қысқасы бүгінгі ономастикалық заң жоқ әлі Қазақстанда. Сессионный методпен барады Верховный Советке. Назарбаев отырады, бір заңды қабылдата алмайды. Жан жақтан келіп өңшің данышпан жан жаққа чаптырады. Сонымен бір 3-4 күнде қайтып кетеді. Әйтеуір Квятковская деген бір журналист әйел сол Верховный Советтің сайлануынан причина тапты. Тапқызды ма екен деп ойлаймын. Содан кейін барып таратып, мына кәсіби парламент құрылғанша барлық заң шығаруды өзімнің қолыма аламын деді. Содан кейін Назарбаев заңды бұрқылдатып басты. Экономикалық заң, экономикалық рычаг. Советтік жоқ. Мен де соны пайдаландым. Сол моментті пайдаланып, әйтпесе ономастикалық заң болса, қазір бір мектептің атын ауыстырып көр. Сонда қандай методпен, неше мектептің атын ауыстырдыңыз? Алдымен жаңағы әкімнің сөзі, әкімнің көңіл. Новоандреевка деген ауылға барам. Баяғыда Қытайдан келген туыстарым мен баламыз келді, амалсыз орысша оқыды. Енді немерелерімізбен қазақша сөйлесе алмаймыз. Соның отырында өзімнің үстімнен арыз жаздым. Оған ақсақалға қол қойғыздым. Содан кейін салғызып жібердім. Әкімнің алдынан жарқ етіп шықты. Дүйсенбай Россиядан келген. Кушмилия Жиргалович халықтың пікірімен санасу керек. Мына кісілер дұрыс айтады деп. Ал дұрыс айтса. Сонда Беркінбаев Төлеухан Мұсаевич деген директор болды. Бір 9 жылдық мектепте. Қарабират деген ауыл. Орысшасы қалай еді. Сол ауылға бардым. Арғы тегі Шұбартаудан келген 32 жылдары аштықпен келген бала. Беркінбаева деген немере қарындасы Қазақстанда министр болған, білім министрі болған Қазақстанның. Аса сауатты кісі, сол бір ауылды түгелдей өзі ұстап отыр. Пақаны да сол, директоры де сол, биі де сол. Содан кейін саған не керек деді? Мен айттым, мектептің, педсоветтің протокол керек. Қарабират деген атқа ауыстыру үшін. Содан кейін ауылдың сходы керек. Жиналып, кәдімгідей бәленбай адам қол қойған. 2 күннен кейін апарам деді, 2 күннен кейін алып келді. Менің алдымда 24 жыл Заврайына болған Хангелдин совет адамы. Менің орынбасарым өте сауатты адам. Содан кейін кісі проектісін жасады. Педсоветтің шешімімен, сходтың шешімімен ауылдың атын өзгерту туралы. Басталды да кетті. Өзінен өзі толқып тұлған ел, өздері инициативасымен жаңа бір талай жерде инициатива. Енді болды, 1-2 жерде
қарсылық болды. Қарсылық болғанда сол қазақтың шалдарының көзі. Ой, мына орыстардан ұят болды. Келдемұрат деген ауылда. Благодарны. Иә. Орыстар салған село, мына осы орыстардан ұят деп. Бірақ кейіннен ол жерде жаңағы біздің тарапымыздан зорлық ештеңе болған жоқ. Халық өзі. Халық өзі артынан жаңағы жігіттер көтеріліп алып кеп берді. Сіздің кезіңізде ауысты ма Келдімұратта? Менің кезімде ауысты. Ахмет Байтұрсынов па қазір мектептің аты солай болды? Жоқ. Келдемұрат орта мектебі, Келдемұрат ауылы. Енді ондай да ойлар болды. Мысалы, Абылай көшесі, Ленин көшесі бұрынғы. Ленинді әгіндей алып тастағаннан кейін кімнің көшесі болды? Мен шықтым жаңағы Абылай көшесі. Осы көшемен Абылай жүрген дедім қысқасы. Шын мәнінде Емілде. Емілдің бойында Еміл қаласы. Ана кинода көрсетеді ғой, Қалдан Сереннің ставкасын. Ол шын мәнінде Еміл қаласында, Емілдің бойында болған. Ол жерде Абылай 2 жыл тұтқын болған. 2 жыл. Ол енді тұтқын болғанда зынданда отырған жоқ. Мырзағамақ сол ана әмір саналармен, князьдермен бірге жүрген. 2 жыл Қалдан Серенмен Абылай екеуі түсініскен. Кімді кімге айдап сап отыр? Қытай империясы мен Орыс империясы. Бауырымен ба, бір қалмақпен андаласып? Әмір санамен. Әмір санамен. Содан кейін орнына Әбілфейізді, Найманның ханы кейіннен. Әбілфейізді аманат қылады да Абылайды шығарады. Абылайды шығарғанда босқа шығармайды, алдына мал салады, басына үй тігеді, қалмақтан әйел береді. Қазір енді 12 Абылайды 12 әйелінің 7-і қалмақ. Әупірім деп тәуелсіздікке енділініп жатқанда қазір Абылай мен арғарай қазір хандық заманына түсіп кетеміз тағы. Сұрайын деп отырғаным сол көшелердің атын өзгерту сияқты бір жеңісті қадамдарға баратын кезде енді ол Абылайдың дәл сол көшемен жүрді деген факті жоқ қой, бірақ соны осындай өтіріктерге баруға болады ғой, қайраткерлік жеңісті жолға бару үшін. Ол зиянсыз ғой ешкім. Зиянсыз өтірік. Ол өтіргенде шын мәнінде Үржардың үстімен өттім өтпедім білмеймін. Бірақ көпір Үржардың үстінде тұр ғой. Иә. Көпір. Ол 1856 жылы казачий станица болған. Ол кезде көпір бар мысалы. Яғни Абылай салғызған көпір. Мен айтам, мысалы Қозы-Көрпеш Баянсұлу, оны да Абылай салғызған. Ол ана ежелден қалған немен емес, сол шекаралық мұнара. Ол жерде Әлкей Марғұлан қазды. Ол жерде погребение жоқ, қозы да жоқ, баян да жоқ ол жерде. Шоқан Уәлиханов Қашқария сапарына кетіп бара жатқанда 2 рет түнеген, 2 күн түнеген. Шоқан Керімат суретші алдындағы 5 балбалтастың суретіне дейін салған. Содан кейін описаниясын жазған. Ал енді ол тура шаң топырақтың үстіндегі дала. Ол жерде тауда жоқ, ештеңе де жоқ. Қай жерден тас тасылды? Түгелдей біздің бір ағамыз архивтен алып шығып, оны жаңағы дәлелдеп шықты. Абылай салғызған дүние. Ол шекаралық кеден болған. Мамырсу келісімі болғанша Абылай мына шығыспен өте жақсы араласып тұрған. Сондықтан Абылай көшесі, Абылай мектебі, сол көшедегі Крупская атындағы мектеп, Абылай мектебі. Талай өттік қой. Анау жаңа Қарабұйрат дегенің сол Андреевка ма бұрынғы? Жоқ, Қарабұйрат ол совсем Андреевка Барқытбел. Барқытбел тау қасында тұр әне. Өз сұранып тұр. Қабдеш кіргізген сөз. Әйтпесе бұрында Барқытбел болған екен, Қабдеш жаңағы тапқан кіргізген. Барқытбел орта мектебі. Новотроицк. Жаңағы Қарабұйрат. Новотроицк мектебі. Анау сұрап отырғаным сол біздің де аталарымыз арғы беттен келіп елге ата жұртқа қоныстанғанда сол Үржардың бойына Қараталдан сол Мақаншыдан Үржарға дейін жағалай сол барып тоқтаған еңшет сол Қарабұйратқа барып тоқтаған екен. Есімде. Атам алып барып мені бала күнінде мына Қарабұйрат деген жерде сенің әкең осы үйде туған деп көрсеткен. Соны қазір алтын шоқы ма, Зерна совхоз. Сол жақтарда. Енді жаңағы біраз қазіргі жаңағы сол біздің айналамыздағы ономастикалық заңда
қазіргі айлап жылдап істелетін процедурасы қиындау жұмыстарды сол кезде тетігін тауып бастап кеткеніңізге көзіміз жетті. Енді ол да бір мына көрермен азаматтар біле жүретін іс болды. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, әне міне деп Айдахардың аузына жұтылып кетейін деп тұрған кезде Семейге бір әкімдердің шарапаты тиіп, Семейдің мәдениетіне басшы болып келдіңіз ғой. Сол жылдары кейіннен бір естідік, бір Үржардың бір ең мәдениетсіз қазағын әкеп Семейдің мәдениетіне бастық қылып қойыпты деген әңгіме қайдан шығып жүр? Құрдастар ғой. Қарабейсен деген жолдас бір колхозда істедік, ол бастық болды, мен парторг болды. Ол бейшара айтқан екен. Үржар бір батырынан, бір ақынынан айырылды деп. Батыры Сүлейменов Марат палуан. Ақыны мен. Екеуміз жаңағы арамызда бір-екі ғана бірге келдік. Ал ендегі Нығматуллин, Бақытбек деген бір жағы құрдас, бір жағы жездеміз. Сол айтады екен жаңа. Мен мұны Семейіңді түсінбедім деп. Үржардың ең мәдениетсіз адамын апарып мәдениеттің басына қойды деп. Ол сол достарыңыздың қалжыңдап жүргені ғой, Енді осы Семейге келуіңізде біздің замандастарымыз осы мәдениеттің айналасындағы біле жүретін адамдарға жаңағы сол Нұрлан Омаровпен келдім деп отырсыз, бір әңгімеңізді айтасыз ғой. Нұрлан Омаров енді қазір естіп отыр ғой, естейтін шығар, өзі де ортамызда бар азамат қой. Жаңағы мен бұны сізді қателеспесем сол кезде қазіргі Абай музейіне Төкен Ибрагимовтың орнына музейге директор боласың деп әкелген мыс деген әңгіме бар. Сол кезде сіз Төкенмен орнын алмақ түгілі дос болып кетіп, екеуің бірігіп алып әкімге қарсы шыққан кезде стол тұрып отырып бір айтқаны бар дейді. Мен мынаны Төкеннің орнына отырғызамын деп алып келсем, бұл оған қосылып алып өзіме қарсы шауып жүр деп. Бұндағы сұрайын дегенім сонда ағаның екеуіңіздің араңыздағы сол да бір қайраткер азамат қой, марқұм атамыз. Әңгіме танысты қалай басталды, қайдан басталды? Шынымен сол әңгіме рас па? Құсмелияны музейге алып келмекші. Төкен Ибрагимовпен осында келіп танысқан жоқ мен. Одан бұрыннан білем. Жалпы мына Төкеннің өзі шешен адам, харизма. Содан кейін қимылға, әрекетке жылдан баратын адамы. Мына Семей телестудиясында главный редактор болды осы көп. Содан кейін Сарыарқа деген передача жасады. Ол сол әнді дауысымен біздің ауылдың Мұса Жұмагелдиев деген ағамыз айтқан. Сарыарқа сарқыраған суынғайда, күнде шық, түнде мұнар нуынғайда, найзағай сарт сұрт етіп боран болған, көк жасыл кемпір қосақ туынғайда. Бұл біреулер айтады Иман Жүсіптің әні дейді. Біреулер айтады Нарманбет Орманбетовтің, қайым ағамызбен екеуміздің ортамызда болған әңгіме. Мен айтамын, ол кезде барлығы три в одном ғой енді. Әні де, сөзі де, орындаушысы да бір адам болады ол кезде. Анау Нарманбет Орманбетовтің Сарыарқасы бар, соны ән қылған. Ән керемет ән. Сарыарқа сарқыраған суынғайда, Алаштан сол. Қазақтың жаңағы азаттығын аңшап, соны Мұса Жұмагелдиев ақсақал Қытайдан алып келді. Кейін жаңағы мен айтатын болдым. Сонда Нұрлан Омаровтың әкесі Сырайыл аға. Мектептің директоры болды. Содан кейін сол директорлердің өзінің президент жасап алатыны бар емес. Ол кісі президент болды. Мені орынбасар қылып алды. Еще жаңағы домбыраны сабалайтын әдетін. Бір күні енді мына үлкен жиналыстардан кейін бас қосып жіберу деген бір жақсы дәстүр. Сонда бас қосып жібергенде мен Сарыарқа деген дайындайды. Ойпырмай мұны қойдан білесің сен. Нұрланның әкесі. Әкесі 8 жасында өліпті. Нұрланның әкесінің әкесі. Сонда әкем айтып отыратын осы әнді дейді. Осы ән менің санамда қалып қалған, мұны сен айтып кеп кеткенде шошып қалдым деп сөйлейді. Қайдан білесің сен мұны Алаштың әні деп.
Сондай жаңағы Нұрланның әкесімен жақындығым болды. Анда санда жаңағы айтып қоямын, сенің әкең мен арақ ішкем деп. Сосын Семейге алып келді. Семейге алып келгенде осында бір тойларға келіп тұрамыз ғой. Сол тойлардан омарып алады да мені Семейді көрсетеді. Мына немене сильнее смерти жаңа салынып жатқан уақыт. Өлімнен де. Соның басында күні түні сол омарып жүрді. Әкім бол кезде? Ол кезде әкім. Бұл проекті кімдікі? Иманғалидің инициативасымен жасалған бұл. Осы Семейде жасалу керек. Әлгі Шота Уәлиханов ағамыздың архитектурный проектісі бұл. Соны жаңағы іске асырған, сонда жаңағы алып кеп, содан көп әңгімелесеміз. Бұл да анау ЦК-да бірінші секретарь болған, творчество адамдарымен көп араласқан, шындығында өзі дән салады. Өзі дән салатыны бар. Дауысы біршама жақсы поставленный голос. Сондай жасымыздан араластық. Әскерден келген кезде бұл мектепте оқитын бала. Кейіннен жаңағы билікке келгеннен Шәкеев Тұрсынғали деген, ол да бір ауылдан біздің аталас ағамыз. Құдай екеуіңді қолыма бір берсе деп сөйтіп жүретін, аяғы қолына барып түстік екеуміз. Семейге келдіңіз. Ол Семейге келдік, мен көз шадырайған мұрт едірейген мына мұғалім қайдан келді деп ойлады мәдениетке. Мен қайымның кезінде, қайымның студент болып жүргенде мен худсоветтің мүшесі болдым театрда. Кәдімгідей спектакльдерді ол кезде строго жаңағы. Алғаш есімде Тахауи Ахтановтың «Ант» деген спектаклін қойды. Виктор Пұсырманов деген режиссер. Өзі орыс тілді режиссер екен. Соның премьерасына Тахауи Ахтанов пен Әбдіжәміл Нұрпейісов келді. Қайым деп келді олар. Содан сіз студентсіз. худсоветте отырған, худсоветтің мүшесімін кәдімгідей. Сонда премьерада спектакль халыққа көрінбейді, алдымен жаңағы спектакльді қояды, худсовет жаңағы қарап отырады. Содан жаңағы кемшіліктерді айтуға келгенде мәстірмін. Қайымның мектебі сартылдатып, Сауран Батыр деген тарихта болмаған. Енді кіші жүздің хан Әбілқайырды өлтірген орта жүздің сұлтаны Барақ. Барақты әне жерде жантық қылып жіберген. Соны жаңағы айтсам бір уақытта Тахауи Ахтанов, откуда взялся этот выскочка деп маған жаңағы. Әбдіжәміл орысша үндемейтін адам екен. Ақырын жымиып отырды. Сол уақыттарда мен спектакльді жібермейміз. Группамызбен келіп көріп, кәдімгідей қинаяттың басшылығымен спектакльдерді талдайтынбыз. Сол менде қалған. Содан кейін мәдениетке байланысты өзім сол жазғандарым бар. Семей мәдениеті деген мақалалар. Сондай. Өйткені сен басшы болғаннан кейін сол мекемелердің басшыларынан басыңмен жоғары тұруың керек. Әйтпесе сені мойындамайды. Жаңағы жан-жақтылығың бір режиссер спектакль қойды. Мен оны жаңағы мақтадым кеп. Оны мақтап едім. Сөйтсем ол бір газеттер болды ғой. Общем, оппозиция болып шыға келдім. Бірақ ол режиссерді қорғай алмадым. Аяғында осы біздің мәдениеттің төңірегіндегілер жеп, ол кейіннен Қостанайға барып, қазір үлкен режиссер ол. Аты жөнін ұмытып отырмын. Сондай конфликтлер, көзқарастар. Үнемі жаңағы биліктің ығына жығылмай қалсаң, сен жаңағы қарсы жақ болып шыға келесің. Өзің оппозицияға қалай кетіп қалғаныңды білмей қалдың. Сол Темір Бекенді өлкетану музейіне директорлікке. Сөйтсем, ол бұрын оппозицияда болған пәлекен жаңағы. Тағы да ол туралы менің үстімнен бірталай доностар болды. Осылай оппозиция, мынау оппозиционер дегенге келтірді. Бірақ енді
қарап отырсақ, оппозиция нерлік ештеңем де жоқ. Менің жаңағы Еділ Асылбеков деген орынбасарым болды. Екеуміз қатар тұрып жұмыс істедік. Біз айтпасақ кім айтар деген бір оқу ұйымдастырдық. Ыңғай жастар, сен сияқты жастар сол кезде Нәсен Ибраевич, Хафиз Матаевичтар келіп лекция оқи бастады. Содан кейін мен ана Бақтажаров сияқты малый бизнестің өкілдерін шақырып, жастармен кездестіріп, олар жекпе жаздады. Ішкі саясаттың бастығы Солтабаев айтқазы, оны да 1 сағат тұрғызып қойдым жастардың алдында. Содан кейін жаңағы, национал-демократтар деп Омар, давайте кончайте, мыналарын тоқтатыңдар. Саясаттан ең бір дейді маған. Алаштың 90 жылдығы 2007 жылы болу керек. Содан кейін проект жасап, Алаштың 90 жылдығын қайымнан қалған. Осында келгенде қазіргі Төкеев деген, Нұрлан деген жүр ғой. Сол жаңағы менің главный специалистім. Алашпен айналыстық. Алаштың 90 жылдығы деп проект жасап, ақша сұрадым. Омаровтан. Омар берді ма? Мұны ұжынды ме? Мұның Алашта несі бар? Соны мен облыста Храпунов, міне жерде, соны не істеймін? Содан Рахметов деген депутатқа шықтым. Ержан. Содан кейін айтты, көке, президентке кіргізетіндей қылып жаз деді. Содан Бекболатпен екеуі 16 депутатқа қол қойғызып, президентке кіргізді хатты. Президент 2007 жылдың бюджет ұсталып кеткендіктен Алаштың 90 жылдығы 2008 жыл атап өтілсін, республика бойынша атап өтілсін деген виза соқты. Содан өкімет постановление шығарды. Сол жаңағы біздің инициативамыз әрбірден кейін. Оны Алаштың 90 жылдығын акиматтың ішіндегі үлкен залда өткіздік. Түсіпқан келді неменеден. Зам аким. Өскеменге қарап тұрмыз. Алаш десе айтқазы жаныма жоламай жаңағы қашып кететін сразу. Міне осының барлығы қазір ойлап отырсам бүгінгі күні алаштанушылар мені бесорап кетті. Өзім қатты ризамын. Енді мектептерде, колледждерде барып Алаш туралы шақырады. Ана әскерлерге барып айтамын. Жалпы саясат туралы. Ішкі әскер, сыртқы әскер, сыртқы саясатымыз, ұлттық мәселе деген. Сонымен жаңағы басқа Риддердегі қазақ орта мектебі шаңырақ деп аталатын. Соның жаңағы майдангері Сәуле Қайырқанова деген менің курстасым. Ол орыс мектебінде қазақ тілі деп барды, бірақ жаңағы алдымен жексенбілік мектеп ашты. Ұлт деген осы міне. Ұлт деген, ұлттық мәдениет деген осы. Жексенбілік мектеп, жексенбі күні қазақтың балаларын шақырып оқытты. Содан кейін оны бастауыш классқа мектепке айналдырды. Бастауыш мектеп. Одан жаңағы негізгі мектеп 9 жылдық. Аяғында 10 жылдық шаңырақ мектебі. Күні бүгінге дейін жаңағы Риддердегі шаңырақ мектебі, мен бір жерде забройны болып тұрғанда, ол не запланированный ғой. Мен оқулықтарды тура мектептерден қысым жасап, жинап тұрып, алып кеп беріп отырдым. Міне, ұлттық жұмыс ол айғаймен емес, ақырын осындай Сәуле сияқты мықты. Мен кейіннен жаңа бірнеше концерт апардым, лекциялар оқыдым. Соған келейін деп тұрмын. Сол сіз әдейі сөйлетіп бастап отырғаным, жалпы мәдениетте жүріп, мәдениетке қызмет істеп жүріп, мына ұлттық идеологияны өзіңіз пропагандадан бастадым деп жатсыз. Ол тек қана жаңағы мәдениетті айту емес, именно жаңағы ұлттың тағдыры. Осы орайда сол сізге сұрағым сол біздің студент кезіміз, сіз мәдениетті басқарып тұрдыңыз, арғы атам ертүріп, біз қазақ еліміз деген. Енді атынан алғашында атынан кішкене адамдар үркіп қалғаны болған, бірақ кейіннен соны қателеспесем сол кездегі облыс әкімі Сапарбаев та көріп ұнатып, әдейі жаңағы аудандарды, оның ішіне орысшаланған жаңағы елді мекендерді аралатты. Аралатты.
Бұл Арғата Мертүрік біз қазақ еліміз деген жоба ойыңызға қайдан келді, қалай осының бәрін көріп, өз толғағы сол кезде келді ма? Енді Аралаштың 90 жылдығы, содан кейін мына КГБ-ның архивінен Мұқтизар Титақовтың Мұқтизар Титақов деген болған екен. Бірдеңке майдан деген атын ұмытып отырған спектаклі. Сол үшін сотталыпты халық жауы болып. Құдай айдап әйтеуір халық жауынан аман қайтыпты. Көзде көшеде арақ ішіп жүріп өліпті Мұқтизар Титақов. Мұрат үшін майдан деген. Ол кәдімгі спектакль, мына Алаштың 18 жылғы парады. Алаш әскерінің парады. Соны спектакль етіп тұрып жазған. Арабша жазылған. Содан кейін Айдын Рысбек дегенді салып отырып, 3 айда алып шықты ғой содан. Мен енді анда-санда барам, отношение жазам жаңағы. Ол тікелей сол адамның өзінің туысына ғана беріледі екен. Енді біз мекемеміз. Содан кейін алып шықтық. Алып шыққанда қолжазба оқи алмаймыз. Соны Мұхаммедқазы Мұхаммадиев. Төте жазылған, Соны жоқ, төте жазу емес. Арабша ма? Арабша болғанда төте мен қадымша жадидше аралас. Мына жадидизм бар, содан кейін мына төте жазу Ахмет Байсыновтың. Оның ерекшелігі жадидизмде дауысты дыбыстар қойылмайды, жазылмайды. Дауысты дыбыстарды өзің қойып отырып оқуың керек. Мына Абайдың өлеңдері бар ғой. Оның түпнұсқа деп жүргеніміз түгелдей әнет Мүрсейіттің қолжазбасы. 2 қолжазба қалды. 2 қолжазба. Мүрсейіт, ол да мына Ахмет Ризады бітірген Абайдың өзі жіберіп оқытқандар, бәленбай адам. Ол туралы айтсам, тағы да бәленбай уақыт кетеді. Қандай саясат, жеті медресе болған. Сосын қолжазбаны алдыңыз, содан туды ма сол осы Арғата Мертүрікті жазу? Одан да бұрын ол проекті болды, жасадық. Жақсы мәдениет сарайында қызметкерлер болды. Көркем жетекшісі жақсы болды. Айтқан идеяны алып, арғырай алып кететін. Кім еді өзде, Нағима? Нағима керемет көркемдік жетекші. Әуелқан емес Нағима. Әуелқан енді әйтеуір бастық ол. Нағиманың ойы, соның кейін жаңағы қолындағы барлық материалдарын ұйымдастыра білуі, ансамбльдерді киіндіріп, тіпті бүркіт ұстаған неменеге дейін қойғаны, соның барлығы Нағиманың жұмыс. Нағыз, мен үнемі айтам жаңағы, қалалық мәдениет сарайында режиссер болу керек. Концертте режиссер болу керек деп. Оған штатта берген кезім болды. Қоймай жүріп, кәдімгі, оның аппаратта үрейден запқозғып жіберді ғой ол штат. Әйтпесе ол жаңағы сол көркемдік жетекші деген болу керек, соның кейін режиссер болу керек. Әрбір концерт ол өз алдында бір спектакль болу керек. Мысалы, Тұрсынғазының бір әні, немесе менің Ғибрат Азубаев деген. Соның Цыган серенадасы деген ән кімдікі ғой, Шәмшіні. Сол бір әнді бір спектакль жасайды. Оның костюмі, қозғалысы, бәлені, түгені, музыканың бояуы. Сол сияқты Тұрсынғазының әрбір әні қарап отырсың. Спектакль ол. Ол әнші сондай болу керек. Құрағы ән салып, басын изеп, шолғып кетпеу керек. Ол сол жерде жан дүниесімен кіру керек ол әнге. Осының барлығы мені мәдениет танушы дейтін Тұрсын Жұртбайғаны. Менің жаңағы ондай ғылыми атағым жоқ. Бірақ қай жерде болсын жазғанда Құсмелия Нұрқасым мәдениет танушы дейді. Осындай хабарларым болды. Тіпті
скульптурадан да хабарым болды менің. М, Өйткені өзім студент кезімде скульптурмен айналыстым. Кәдімгідей Шоқан Уалипхановты салып, м, қазақ тілі кабинетіне қойып қойдым. Кейін бастық болып келгенде қарасам, жоқ әлгі қайда кетті? Тамаша мүсін болатын. жақсы. Осы жерден осы скульпторлық қабілетіңіздің барына жаңағы осы мәдениет Иә, саласына мысалы да келгендегі Өз бетіммен оқыдым оны да, иә. өз бетіммен жасадым. Сурет те салдым мен мұны. Оңбағандық мінез. Жиналыстан барлығынан зейін қойып отырмайсың ғой. Кейбіреулер әкімнен жаңа қорқады да осы кірмат тыңдап отырған сияқты болады. Ол да жалықтырады. Содан кейін мен отырамын да сурет салам. Кейде әкімді салып қоям. Астында бір шумақ өлең жазып қоям. Оны біреулер көріп жаңағы жеткізеді. Содан кейін тергелем жаңағы шақырып алып. Сондайлар бола береді. Осы жаңа скульпторлық қабілетіңізге байланысты сол ел арасындағы әңгіме бар. Өз аузыңыздан естігенбіз енді мәдениеттің бір бөлшегі дейміз ба, негізгі көрсеткіші жаңағы мына ескерткіш мүсіндердің орнауы. Сіздің кезіңіздегі жаңағы Алаштың 90 жылдығын айтып жатырсыз. Анау Отыншал Жанаттың ескерткішінің Үржарға баруы, мына біз отырған ғимараттың сыртындағы Қайым Аға Мұхамедхановтың бюстінің салынуы. Осыны бүкпей жаңағы осы жерде біраз түсіне білген адамға біраз қайраткерліктер жатыр. Сіздің анау белгілі меценатпен бір күндік кездесуіңізде жаңағы қара басыңыздың қамын емес, не істеймін деген кезде анау отыншының ескерткішін апарғаныңыз туралы айтыңыз. Ел жазып естіп біліп қалсын. Қайым атамыздың бюстін қоюдағы қандай қиындықтар болды? Басқа әңгімеге ауытқымай, осы екеуінің ескерткішінің басынан аяғына дейін айтып беріңізші. Скульптура деген өзі бұл таңғажайып құбылыс. Иә. Негізінен скульптура түрік қағанатынан бар бізде. Мына балбал тастар. Оның неше түрлері бар. Оған қазір келеміз. Қайым мен отыншының ескерткіші ал енді сонда қысқасы оның бір керемет ол пропаганда. Ол күндіз түні боран, суық, жел, жауын дегенге қайта жауын мен боранда ол образы үлкейе түседі олардың. Енді Қайымның скульптурасын жасауда қаланың әкімі Мейрамқат мына журналист Жарбұлақтікі Мақат Садық сол мен алғаш келіп жүргенде осында келді, екеуміз Алаш және Қайым деген кинозарисовка жасады. Алаш және Қайым деген. Содан кейін Қайымға ескерткіш қою жөнінде хат жазып әкімге кіргізіп жүрдім. Бір күні сол киноны Мейрамқат көреді. Ертең тәртін шақырады. Сенің мұны Қайымың кереметке. Енді оның көзінде де көкірегінде тұр ғой ол. Керемет. Содан құш бір кездесуде Сұхотта Қайым Мұхамедханов ескерткіш қоямыз деп айтып қалды. ГДК-дағы неменеде. Содан кейін ар жақта өтіп Еңлік Кебектегі кездесуде екі кісіге сұрақ қойғыздым да протоколға кіргізіп жібердім. Содан сұрақты өзің ұйымдастырдың. Одан кейін мына 3 пилон Совет одағы кезіндегі облыстық партия комитетінің доскопочеті сол. Біз Өскеменге қарай ауғаннан кейін ол иесіз болып қалды. Бірақ жаңағы мына Дом дружбаға қарап қалды. Дом дружба мәдениетке қарайды. Анау жаңағы факел, Октябрь деген факел. Содан кейін ол жерде от алау ғана тұрады. Содан жаңағы қиял ғажайып деген сон ағын жаңағы елестетем. Оразанбайды шақырып алып, осындай идея. Ойлашы, сен жаңағы бүкіл ол өзі бас кәне жасайтын адам болады. Сен адамның денесін жасай алмайсың. Сен ана
Ол кезде мына кім жоқ. Қариып жоқ. Нұрбол. Атын естімеген. Содан жаңағы бірнеше вариант жасап аяғында. Ескізде қайымның басынан найза шығып тұратын. Солай жасадық ескізді. Өйткені Совет одағының тұсында ұлтшыл ғалымдардың барлығы атылды, айдалды, Сібірге айдалды, тағысын тағылар. Содан кейін Советтің басында Төкен Ибрагим, Бекен Исабаев, ақсақалдар. Төкенде жаңағы скульптор қойынды. Идея деген керемін. Тоқтатайын мұнағын ұят болады. Найзаға шаншық қойып қайымның басын. Сонымен осы проектті бекітілді. Негізінен 7 жұмыс. Конкурсқа қатысқан 7 жұмыс. Содан кейін комиссия өз көрініп тұр. Біздің де жаңағы өзіміздің өз идеяңды алып шығу керек. Өз идеямды мен өзім алып шықпайтын да көрдім. Содан мұны алдымен кім? Мейрамхат бизнесмендердің ақшасына саламыз деді. Адиант деген силикатный заводтың директоры, барлық бизнесмендер соған құйып отыр. Ақшаны соны. Бір инфляция болды да, әгілердің ақшасы жоғалды деген. Содан кейін анаған әбден берілген деген қайдан жол табу керек. Содан кейін дорожная карта дегенді ойлап тапты. Дорожная карта, реставрация, Стеллы Октябрь. Аяғында келеді де қайымның ескерткіші болып шыға келеді. Енді қиындықтар да көп болды. Сол туралы айтыңыз. Алдымен қайымның үйінің жанындағы мраморный плитаны сындырды. Содан кейін қайымның зиратын 2 рет, айналасына бір зиратқа тиіспеген қайымның зиратын 2 рет тасталқандады. Содан кейін угроза болды. Сен немене, қайым сенің кімің соншама? Керек болса, ана жасап жатқан ескерткішіңді динамит қойып атып жібереміз деді. КГБ-да Алексеев деген бар. Екеуміз институтта параллель оқығанбыз. Ол группасында, мен қазақ группасында. Ол да қазақша сайрап тұрған, әйелі қазақ. Сон өзі полковник. Айтты ме, осындай. Мен, оның аты Владимир, мен оны Володия дейм. Интонациямен Володия дейм. Оның да ар жағынан Қырым татарын көрініп тұрады. Содан звондадым, айттым, осындай угроза болды, мен ұстай алмадым. Болды, контрольға алдық, ешқандай саспа деді. Қош, ескерткіш бітті. Бірақ ескерткіштің кезінде менің үстімнен арыз деген, домалақ арыз, Фенполға. Біздің Фенпол деген сол кездегі организация, баяғыдағы НКВД. Просто мұна күймеңгілінсе бітті. Екінші жағынан жаңағы сен шығарады. Коррупционер бәленет түген өтіп. Сонда кешкі 6-тан кейін шақырады сені. Кіресің, салдыр түрмеге кірген сияқты. Документіңді, соткыңды бәрін бересің, 2-ші этажға көтерілесің, тағы да салдыр. Содан кейін мен тыныш жүремін бе, ана іліп қойған ішіндегі оформлениясын, анау неге орысша, неге қазақша жоқ. Содан олардың да жынына тиетін болым керек. Содан кейін айтам, мен орысша білмеймін, орысша бір ауыз сөз жазбаймын, тек қана қазақша. Содан ана қазақ жігіттерін қояды тексеруге. Мен айтам, сендер заң бойынша домалақ арызды қарауға праволарың жоқ. Жоқ, артынан жаңағы осындай қағаз келген, тексереміз дейді. Тексер. Енді телефонына дейін, аты жөніне дейін, тұратын квартирасына дейін түгел адресін жазады, ондай адам жоқ. Беттестіру керек қой енді. Ондай адам жоқ. Ал енді бірақ кейбір квитанциялардың нөміріне дейін жазылады. Значит, менің өзімнің мекемемнің ішінен де жазып отырғандар бар деген сөз. Содан кейін әгілер
Енді әйтеуір бірдеңке ұстау керек қой. Бір саунаға барып, жігіттермен. Барсам бір жас жігіт, осы гор финаделдің, финполдың орынбасары екен, Алматыдан келіпті. Баяғы Құбашевтың жиені екен. Қазір аты жөнінде ұмытып қалдым. Аз бір жас жігіт, дедірең деген, таныстырып жатыр. Құсмілия деген ағам. Құсмілия деген осы ма? Түрмеге отырғызам бұны деп сөйледі. Осылай қол. Содан кейін Сүлейменов сияқты оңбағандар арасы сөз. Не істеді саған? Бәлен түге сөйтіп тұрып, қыз баған адамдар. Сүлеймен маңдайдан жұдырықпен періп ақ жіберген. Шалқасынан шошып кетті. Барып бір каритас суды алып келіп шаш жіберді, басын көтеріп алды әйтеуір. Сонда не болғанын өзі білмей қалды. Содан қош сандалып біздің үйге барады екенбіз. Менің үйімде диван, кресло жоқ, дөңгелек жер үстел. Мынау кімнің үйі? Мынау менің үйім. Сіз осылай тұрасыз ба? Енді қалай тұру керек? Мынауыңыз театр әдей жасап қойғансыз. Қош әйтеуір тарастық. Ертеңіне таңертең келсем келіп отыр екен. Ойбай аға түнде. Түнде болды, болатын шығар. Ана досыңызға айтыңыз, мені суретке түсіріп апты, берсін. Кім ол дос? Сүлеймен. Ол менің айтқаныма көнбейді дедім ба. Одан қош күнде келеді. Содан мен айттым, гарантия дедім. Ешқайда жаңағы. Сөйтсем олар ондайдан осы қорқады екен. Содан ең соңында мені областной финпол шақырды. Повесткамен. Барсам бір старший лейтенант, жас жігіт, қазақ. Аға үстіңізден арыз бар. Не деп жазыпты? Анау 3 тонна бронз, астындағы стелла оны ұстап тұра алмайды. Оны кім өлшепті? 3 тонна деп жазыпты. Содан айттым, мен инженер емеспін, скульптор емеспін. Бірақ Ванька-Встаньканың принципімен жасалғаны анық. Ол 287 килограмм. Оның кейбір жерде қалыңдығы 1 сантиметр, әйтпесе 0,5 сантиметр. Оның іші қуыс арматура тұр. Еще жаңағы швеллер қойған біз ана заманның қара ұсқын келтіру үшін. Онда әдіріс бар, түгелдей бар, ондай адам жоқ. Содан кейін енді осыны жазып беріңіз, жазып бердім. Аға, енді мен сізді танитынымды айтайын дедім. Ол айт. Сөйтсем ана Балтабек Тұңғышбаев, Балтабек деген мына Кенжебай үшеуміз бір группада оқығанбыз. Анау соның оқушысы екен. Балтабек менің өлеңдерімді, менің жұлдызға шыққан әңгімелерімді неме талдайды екен аналармен бірге. Менің атымда анау жігіт оқып қапты содан. Аға, енді соның бір суретін жіберіңізші деді. Қатырып тұрып жіберем дедім. Өзім алдында түсіп тұрып, үлкен рамаға салып тұрып жіберем дедім. Солай жібердім. Енді сізді ешкім қозғамайды деді. Қанша жүйке кетті, қанша нерв кетті, қаншама салмақ кетті. Егер менің тырнағымның астынан кір табылғанда, обязательно кетуші едім. Қамқоршылар да болды. Мына Хафиз Матаев ағамыздың немересі прокуратурадан келіп тексерді. Барлығын тексеріп. Атам айтқан дейді сіз туралы. Хафиз Матаев дейді. Құсмелиядан не іздеп жүрсіңдер, сендер одан түкте таппайсыңдар. Басқа жақтан іздеңдер деп айтып еді, тура болып шықтым деп сөйледі. Сол сияқты финконтрольдің басшысы облыстағы. Ол да жаңағы сондай бір неменемен қарады, кеңдікпен. Енді скульптураға сондай жақындығым, идея түгелдей өзімдікі, ескіздерінің барлығын өзім сызғам. Енді скульптор, оны мен жаңағы жалдағам жоқ, оны түрменің өзі конкурстан, тендерден ұтып алған түрменің организациясы. Солар жаңағы жалдап, оны жаңағы жұмыс істетті. Бірақ идея менікі. Осындай жағдай. Ал енді Отыншы Әлжановтың мүсіні ол кездейсоқ жасалды.
енді ел айтады, арақ жаман деп. Халифа Алтайдың аударған Құранында бір-ақ жол тұр. Пайдасын білсек те, харамға шығардық деген заключение. Енді осыдан 6-7 жыл бұрын Қазақстан муфтияты спиртті халал деп жариялады. Ол өркениетті елдің бәрінде бар. Өйткені барлық дәрінің құрамында тұр. Оны жаңағы ете алмайсыз. Енді әкем жырғал болса, мына Несіпбек айтып, отыншыға пайдасы қалай болды, соны айтыңыз. Несіпбек айтып, кеудемнен көгалері қош деп ұшты деген тас. Оны Қуат Есімханов деген меценат, ол бұрын Павлодардың әкімі болған, Ермактың ескерткішін құлатқан, Ақсу ауданын жасаған, облыс әкімінің орынбасары болған. Бірақ соны кейін арыз берді де өзінің кәсібімен айналысты да керемет үлкен меценат болды. Ол ең аяғы ана Қаныбек Байсейітов пен Күләш Байсейітованың келіп келін болып түскен жеріндегі шай ішкен жеріне дейін ескерткіш қойған жігіт. Сол кеудемнен көгалері қош деп ұшты деген жасайды. Қала ескерткіштің асты, содан кейін жаңағы аллеясы соған жауап береді. Айбек Каримовтың тұсында Айбек пен Несіпбек өте жақсы болды. Айбек жалпы білімді жігіт бұл. Тіл деген керемет, этнографияны, тарихты, әдебиетті өте жақсы біледі. Бірақ енді өзіндік мінезі бар, бізде де өзіндік мінез болады, сол бірде жақтырып, бірде жақтырмай қалатын мінездеріміз болды. Мына Биборанбайдың алып кесенесін салғызып жатқан сол, және мен 500 атты кісі қатысатын сценарий жазғым оның ашылуына. Ол әлі бітпей тұр, бірақ бітпесе де керемет ескерткіш ол. Бітпегеннің өзінде керемет архитектура ол. Сонда үлкен ұйымдастырушылықты атқарған. Содан Қуат келді, одан бұрында жаңағы кездескен бір-екі рет. Содан кейін Тұрсынғазы Рахимов Әсет пен Кемпірбайдың арыздасуын аңыратты. Каримов пен екеуі баяғыдан қаптарласқан екен. Содан жаңағы акиматқа дастархан жайғызып қойды. Келдік. Каримов айтты, бір керемет тығыз шаруам болып тұр деп бір тос көтерді, қалғанын өздерің жөндерің келіп кетіп қалды. Кетіп қалғаннан кейін өзіміз би өзіміз қожа. Менің қонағым гостиницада жатыр, Семейде. Семейдің ресторанына кірдік, бөлмесіне бардық. Содан мұны сол жерден басталған әңгіме, мен арақ ішсем вообще тоқтамай сөйлейтін адаммын. Қазы Нұрмағамбет туралы, оны жаңағы қалай осы Семей гостиницасының орнында ат ойынын өткізіп жатқанда большевиктер келіп атып кетті ғой. Алаш милициясының бастығы. Сол ана ОВД-ның алдына барып, мына жерде қазының ескерткіші тұру керек аттың үстінде деп айтқан болуым керек. Одан отыншы әлі жанып, біздің үйге барып, біз 9-шы этажға жаяу көтеріліп, біз ертеңіне ұшып кетті. Бір аптадан кейін звондайды, отыншының суреті қайда деп. Отыншының суреті жоқ. Баласының суреті бар. Мына орыста сурет ғылымы бар. Бізде ол жоқ. Самсаған қалың алаштың ішінен отыншыны таба алмай жүрміз әлі. Баланың ұлының суретін жібердім. 2 айдан кейін звондайды, отыншының ескерткіші дайын болды. 2 айдан кейін. 2 айдан кейін. Министерство культурадан өткіздім деп. Енді ана үржарыңа бар, орнын. Содан жазған қолда шаршау жоқ. Үржарға бардым. Ол жердегі әңгіменің өзі бір қызық әңгіме. Әйтеуір аяғында отыншы ескерткішін алып кеп Қуат Есімханов қойды. Бір аптадан кейін ашылу салтанаты болды. Ол салтанатқа Қуат Есімханов чартерный рейспен Тұрсын Жұртбай, Диқам Қамзабек, Аққұлы бастатқан 11 алаштанушыны алып келді. Конференция өткіздік. Үлкен ас берілді. Семейден Мұхтарбек барды. Сайлау деген алаштанушы болды.
мына финансовый университеттің ректоры Әбсәлем ағамыз бізді алып барған сол кісі. Алып барды, ол кісінің өзі баяндама жасады, сөз сөйледі. Сол жерде маған ағылшынның бір арғымағын сыйлады. Атқұмарлық деген. Приречныйда біраз уақыт ұстадым, бірақ қайын жұртым келіп, неменеге алып кетті Шұбартауға. Тұқым аламыз деп. Қайын жұртқа не істейсің? Сондай. Міне, енді отыншының отыншыға арналған өлеңім бар менің. Қандай? Сол өлеңмен осы хабарымызды аяқтайық. Жетеді. Тарғып атай деп аталады. Мынау асқақ заманда жақсы мәлде жаман ба? Бүгін өңір өзгерді, азаматтық ой толғайтын кез келді. Сол өлкенің ақыны деп оққан жұрт бүгін маған сөз берді. Елге тұлға боларлық толғамда жоқ. Бар қадар таба алмадым жырдан да көп. Бітіргенің шамалы бұл өмірде, ей жүрегім сен бірақ бұлданба тек. Сондай кезде сағынып тауға барам. Қорғанымай жанымды қаумалаған, ұлың бар ма тасыңды тамашалап, шалғыныңда армансыз аунамаған. Адамзаттың тербеткен ілкі арманын биіктерге қашанда іңкәр жаным. Сол биіктен жүрегім жолықтырар Тарғып атай тауының сұңқарларын. Өскен ұрпақ емеспін сыраңдамай, құрыш қанат, ақиық қырандарай, тасталды екен ортаға ұран қалай, дүбіріңе елікпей тұрам қалай. Шықтыңдар ма сайлардан андағайлап, алдаспандар жарқылдап қолда қойнап, әділеттің ақ туы желбіреген, ықылымнан кек біткен қанда қайнап. Арыстан жүректеріңді, алпамыс білектеріңді, ақеділ тілектеріңді астына жиып бір тудың, ұмтылдың, алға ұмтылдың. Құм жиылып тас болған сәтте, қол жиылып бас болған сәтте, өкімет советтерге берілсін деген қасірет ұран тасталған сәтте, ақ берен болып киілгенсіңдер, ақ найза болып иілгенсіңдер, болашақ деген ағарман үшін қыршыннан барып қиылғансыңдар. Азаттық нұры таң болып атқанда, үржардың суы қан болып аққанда, ақ белді шыңы ой бауырымдап жылап, алакөл бұған таңданып жатқанда, Тарғып атайдың сауыры толып, аталастардың қабірлі болып. Сыңсиды жайып анадай шашын, ескерткіштердің ауыры болып. Мұңыңды қайтып қозғасын бөтен, ерлігің сенің тозбасы мекен, сылдырап аққан сансыз бұлақтар сол аналардың көз жасы мекен. Бұлақтан мұхит, мынау ұл елім қайта құрумен өмір тірегін, бабалар ісін жалғастырғанда мен қалай тыныш өмір сүремін. Жатпайды жерде жаманат тегі, заманда кеткен азамат кегі, жүректі кеткен жаралап, көбі жүреді дәйім мазалап мені. Сендердің ерлік даңқтарыңды ойлаймын алға алып баруды, болашақ ұрпақ білсе екен деймін. Үржарға анау қасқайып қарап, ескерткіш болып тұрса екен деймін. Тарғып атайдың ақиықтары тәуетіп қайтып жүрсе екен деймін. Тамаша. Солай. Тамаша. Отыншы Үржарға солай барды. Енді оның аруағы Үржардың үстінде қалықтап тұр, жерленген жері жоқ. Осы сіздің осы 2-3 сағаттың айналасында айтқан әңгімеңізді елеп ескеріп ертең бүгінгі сұхбаттың миссиясы ертең осы сізден үлгі алатын болмаса, сіздің осы ерліктеріңізді естелік қылып, ескерткіш салмаса да естелік қылып жазатын кездер болатын шығар. Енді сөздің соңында осы мәдени майдан деп осы жобаны бастап жатырмыз. Мәдениеттің айналасында өзіңіз жақсы көретін жаңағы жан жігіт бауырыңызда, осы облыстық басқарманың басшысы, біз де қазақша айтқанда шапандарыңыздың шетін басып, сол бала күнімізден осы бір қолымыздан келгенше бірдеңе жасасақ елге, жерге, ұлтқа, жұртқа деп Алихан атамыз айтады, ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деп. Енді осы жолда
базарға бара жатқан біздерге айтар қандай кеңесіңіз? Кеңес беретін ештеңе жоқ. Жалпы Тапсырмаңыз бар қандай? Ризамыз жаңағы осындай артымыздан сендер сияқты бірлік болып келе жатсыңдар өзі. Ақындықтарыңда, маржандай сөздеріңде, шешендіктеріңде, харизманы жұрттың алдына шыға келгенде жаңағы баурап алатын керемет мінез, соның барлығы бойларыңда бар. Біз жаңағы соған өте қатты қуанамыз. Енді сендер жанбасаңдар кімдер жанады? Ол бәлен айтты, түген айтты деген емес. Әркім жаңағы өз мінезімен, өз жолымен, өзін өзі іздеп, ұлтын іздеп, ұлтының болашағын іздеп, бұл үлкен қозғалыс. Біз пенсияда отырған адам бір төсектің іргесінде, бір қатынның түрмесінде. Осындай артта сендер бар екендерің. Және сендермен кездескенде менде де бір мына Бекен Исабаев айтатын, мен бала сайтан деп. Сол балалық сайтаным оянады әрбірден кейін. Рухым оянады. Бүгінгі күні ұлттық рух деген бұл өте жаңағы сирек құбылыс. Ұлттық рух ол аспаннан түспейді. Ол сенің ананың сүтімен келеді өзіңе. Ұлтыңмен бірге өсіп келе жатқаның келеді. Енді әйтпесе мысалы басшылық қызметтерді көп істедік. Бізде Совет өтегінің тұсында колхоз совхоздар ғой. Ана шаруашылық басшылар шаруақор болып, соң кейін әгіндей өнері бар, рухы барларға танауларын шүйіріп, әкәку, сәкәку деп қарау. Мысалы міне, Сембаев, Нәсен Ибраевич, Матаевтар, бұлар әрі шаруашылықты басқарды. Әрі ұлтының рухын, ұлтының өнерін керемет асқақтатты. Бұлар қос күміс қанатты басшылар. Ұлттың рухымен, өнерімен экономикасын бірге алып жүрген басшылар. Мен мысалы Дүйсенбай Серихановты солай қылып айтам. Өнерліге ересен үлкен қамқорлық. Орысша бітірген, бірақ орыс тілі арқылы Европаның барлық шығармаларын оқыған өте сауатты әкім еді. Міне соның барлығы енді қазір біз кеше коммунистік қоғамнан шықтық. Мысалы кеңірек айтсақ, Абайдың үш имани гүлі. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, сол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Және сүй, хақ жолы деп әділетті дейді. Сонда міне жерде молдалар айтады, ой, Абай міне өстіп айтқан жаңағы аса діндар деп. Біз де коммунистік қоғамнан шықтық. Коммунистік қоғамда, коммунизмде дін. Оның Құраны капитал, пайғамбары Маркс, іске асырған Ленин. Міне 1,5 миллиард Қытай қасымызда отыр. Сол идеологиямен әлі жұмыс істеп отыр. Сол идеологиямен сондай үлкен халықты ұстап отыр. Яғни коммунизмнің моральдық кодексі де ол да Құраннан кем емес, артық болмаса. Міне біз сонымен өстік, бірақ біз тәуелсіздік алғаннан кейін де коммунистерше басқардық. Бізден кейін комсомолдар келді. Олар да жаңағы алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүрді. Енді ғана міне сендер келдіңдер. Коммунист болмаған, комсомол болмаған лек. Ұлтқа жақын, ұлттық рухы басым. Сондықтан біз сендерге бүйтіңдер, сөйтіңдер деп өтірік жаңағы уағыз айтатын жағдайымыз жоқ. Өте дұрыс келе жатсыңдар. Сендердің тапқан әгіндей бір дүниелеріңді көргенде өзіміз қуанамыз. Япырмау біздің жас кезімізде қалай мыналардың айтқан идеясы, сөзі жаңағы келмеген деп ойлаймыз. Сондықтан әр заманның өз жігіттері, әр заманның. Біз бір заманның жігіттері. Шамамыз келгенше басқардық. Сендер осы заманның жігіттері. Өз ғасырларың өздеріңнің иіндеріңде.
тірліктегі ұлттық майдан ол мәңгілік мәдени майдан. Мұхтар Әуезов айтқан, ұлттық мектептің 2 алтын діңгегі бар деп. Біреуі тілі, біреуі тарихы. Вот осыны алып келе жатсыңдар. Біз соған ризамыз. Рахмет. Жақсы Құсан аға, уақыт бөліп студиямызға келіп, азды көпті әңгіменің тегін тарқатып, біраз есте жүрер естеліктермен бөлістіңіз. Рахмет, аман жүріңіз. Сол Әуезов айтқан ұлттық кодымыздағы тіліміз бен тарихымызды, әдебиетіміз бен мәдениетімізді сақтау жолында, оны жаңғырту жолындағы бүгінгі мәдени майданда жүрген бізге кеңес беріп, бір қолтығымыздан демеп, ақыл айтып, аман жүре беріңіз. Осындай жақсы күндерде, бір келелі жиындарда, тұшымды ой айтатын осындай пікір алаңдарында кездесе берейік. Әшейін ас ішіп аяқ босатын кештерде ғана емес, осындай бір мәдени, рухани дүниелерге қызмет жасап, ұлтқа қызмет жасап жүре беріңіз, аман болыңыз. Мен ойлаймын, бүгінгі бірер сағаттық сұхбатпен біз бүгінгі кейіпкеріміздің жаңағы өнерін толық аша алмаған шығармыз. Мүмкін әлі де алда жаңағы көрерменнің мәдениет саласының майталмандарының сұранысымен мүмкін басқа форматта сұхбаттасып жатармыз. Әлі де айтылмаған әңгіме көп. Осымен мәдениет тілдерді дамыту архивісі басқармасының жаңадан жүзеге асырып бастаған мәдени майдан жобасының алғашқы шығарылымы тамам. Студиямызда қонақта болған Құсан ағамызға үлкен рахмет. Келесі сұхбаттарда кездескенше, қысқа айтпақшы, бұл сұхбатты біз әрмен қарай жаңағы әртүрлі түрімен, мысалға осы театр өнер саласындағы Отантай аға Кәріпжановпен ертең Мерей қарт сұхбаттасатын болады. Мына дәстүрлі өнердің, ән өнерінің өкілдері кешегі Тұрсынғазы Келденбайлардан қалып кеткен жаңағы қазіргі көздерімен Жасұлан Тәжиев сұхбат құратын болады. Мынау қазіргі сіз Великий Тыныштықбек дейтін қазіргі қазақ әдебиетінің де біздің бір байлығымыз Тыныштықбек ағамыз сияқты ақындармен, Араб ағамыз сияқты ғалымдармен де бұйырса сұхбат құрып, әрмен қарай сандарды толықтыра беру жоспарымызда бар. Іске сәт, сіз бастадыңыз. Рахмет. Рахмет. Теңде тынып жатқан дауыл күйде, жер беті тулатып бір қозғайындай.